Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат тарихындағы ең үлкен және ең қанды қақтығыстардың бірі. Миллиондаған адам өмірін қиған бұл соғыс әлем картасын қайтадан сызды. Көптеген елдің тағдырын өзгертті. Бірақ осы жаһандық қақтығыстың көлеңкесінде қалған оқиғалар да бар. Солардың бірі мафияның Гитлер мен фашистік режимге қарсы күресі. Бүгін біз мафияның фашизмге қарсы күресіндегі рөлі туралы тереңірек талқылаймыз. Мафия бұл ұйымдасқан қылмыстық топтың жалпы атауы, бірақ олардың құрылымы, мақсаттары және әдістері әртүрлі болды. Олардың кейбіреулері фашистік режимге қарсы шықса, басқалары өз мүдделерін қорғау үшін әртүрлі таптармен байланыс орнатты. Бұл оқиға бізге мафияның тек қылмыстық ұйым емес, сонымен қатар саяси ойыншы болғанын көрсетеді. Олар өздерінің ықпалын сақтау үшін кез келген жағдайды пайдалануға дайын еді. Ендеше мафияның фашистік режиммен күресі қалай өрбіді? Олардың әрекеттері қандай нәтижеге әкелді? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Олар алғашында Сицилияның ауылдық жерлерінде пайда болып, жергілікті халықты қорғау және әділеттікті орнату мақсатында құрылғандай көрінді. Бірақ уақыт өте келе, олар ұйымдасқан қылмыстық топтарға айналып, қорқыту, контрабанда және басқа да заңсыз әрекеттермен айналысты. 20-шы ғасырдың басында мафия Италияда ғана емес, ақш-та да тарала бастады. Көптеген итальян иммигранттары жаңа құрлықта жаңа өмір бастауға тырысса да, мафияның қылмыстық әрекеттері оларды айналып өтпеді. Бірақ Еуропада саяси жағдай өзгерген сайын, мафияның да тағдыры өзгере бастады. Италияда фашизмнің көтерілуі мафияға үлкен қауіп төндірді. Фашистік режим мафияны мемлекеттің жауы деп жариялап, оларға қарсы қатал күрес жүргізе бастады. 1922 жылы Бенито Муссолини Италияда билікке келіп, фашистік режимді орнатты. Оның мақсаты Италияны қайтадан ұлы мемлекетке айналдыру, тәртіп пен ұлттық бірлікті нығайту болды. Бірақ бұл мақсаттарға жету жолында ол демократиялық институттарды жойып, авторитарлық билік орнатты. Муссолини мафияның мемлекеттік тұрақтылығына қауіп ретінде қарады. Ол мафияның Италияның дамуына кедергі келтіретін паразиттік ұйым деп санады. Сондықтан фашистік режим мафияға қарсы күресті мемлекеттік саясаттың маңызды бағыты ретінде белгіледі. 1925 жылы Муссолини Сицилияға Чезаре Мори есімді префектіні жіберді. Мори темір префект деген лақап атқа ие болды. Себебі ол мафияға қарсы күресте қатал әдістерді қолданды. Оның мақсаты мафияны түбегейлі жою немесе әлсірету. Мори мафия лидерлерін қамауға алып, олардың мүліктерін тәркіледі. Ол мафияның байланыс желілерін жойып, олардың арасындағы сенімді бұзды. Көптеген мафиоздар қашуға немесе жасырынуға мәжбүр болды. Кейбіреулері ақш-қа иммиграцияланды. Бірақ Муссолинінің мафияға қарсы күресі тек қана қылмыстық топтарға қарсы емес еді. Ол бұл күресті өзінің саяси қарсыластарын жою үшін де пайдаланды. Кейбір жағдайларда қарапайым азаматтар да мафиямен байланысы бар деп айыпталып қудаланды. Мафияның әлсіреуі фашистік режимнің Сицилия мен оңтүстік Италиядағы билігін нығайтты. Бірақ бұл жағдай мафияның фашистік режимге деген өшпенділігін күшейтті. Олар Муссолинінің билігіне қарсы астыртын әрекеттер жасауға тырысты. 1940 жылдардың басында Италия фашистік Германияның одақтасы ретінде екінші дүниежүзілік соғысқа кірісті. Бірақ соғыс барысында Италияның әскери жеңілістері мен ішкі экономикалық қиындықтары халықтың фашистік режимге деген назарлығын күшейтті. Елде қарсылық қозғалысы пайда болды. Олар әртүрлі саяси бағыттағы топтардан тұрды. Коммунистер, социалистер, либералдар және тағы басқалары. Олардың мақсаты Италияны фашизмнен азат ету және демократиялық мемлекет құру болды. Мафияның кейбір топтары да осы қарсылық қозғалысына қосылды. Бірақ олардың мақсаты саяси идеологияға негізделмеген еді. Мафия фашистік режимді өзінің жауы деп санады. Себебі оларды қуғындады, бизнесін жойды, лидерлерін қамады. Сондықтан мафия фашистік режимге қарсы күресте партизандармен ынтымақтастық орнатты. Сицилия мен оңтүстік Италияда мафия партизандарға ақпарат, жасырыну орындар, логистикалық қолдау көрсетті. Олар жергілікті халықтың арасында беделге ие болғандықтан партизандардың әрекеттерін жеңілдетті. Бірақ мафияның бұл әрекеттері көбінесе өз мүддесін қорғауға бағытталған еді. Олар
фашистік режим құрылғаннан кейін билікті қайтадан қолға алуды көздеді. Сондықтан олар партизандарды қолдай отырып, болашақтағы ықпалын нығайтуды жоспарлады. ақш-тағы мафия 20 ғасырдың басынан бері ұйымдасқан қылмыстың басты күші болды. Олар алкогольді ішімдіктердің тыйымы кезінен күшейіп, контрабанда мен құмар ойындардан үлкен табыс тапты. Лаки Лучано сол кездегі ең ықпалды мафия лидерлерінің бірі. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда ақш үкіметі мафияның порттағы ықпалына назар аударды. 1942 жылы Нью-Йорк портында француз лайнері Нормандия өртеніп кетті. Бұл оқиға саботаж ретінде қарастырылды және үкімет порттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мафиямен байланыс орнатуды жөн көрді. Лаки Лучано сол кезде түрмеде отырған еді. ақш әскери барлау қызметі оның көмегін сұрап келісім жасады. Лучано мафияның порттағы ықпалын пайдаланып, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көмектесті. Бұдан кейін ақш үкіметі Лаки Лучано арқылы Сицилиядағы мафиямен байланыс орнатты. Одақтастықтың Сицилияға дистанттық операциясын жеңілдету үшін мафияның жергілікті ақпараттары мен байланыстары қажет болды. Лучаноның көмегімен бұл байланыстар орнатылып, операция сәтті өтті. 1943 жылы 9 шілдеде одақтастықтар Сицилияға десанттық операцияны бастады. Бұл Хаски операциясы ретінде белгілі. Оның мақсаты Италияны соғыстан шығару және Германияның оңтүстіктегі қорғанысын әлсірету. Операцияның сәтті өтуі үшін одақтастықтарға Сицилиядағы жергілікті жағдайлар туралы нақты ақпараттар қажет болды. Бұл жерде мафияның рөлі маңызды болды. Олар жергілікті жерді жақсы білді, халық арасында беделге ие болды және ақпараттарды жинау мен таратуда тәжірибелі еді. Мафия одақтастықтарға логистикалық қолдау көрсетті. Олар одақтастықтардың әскерін жергілікті халықпен байланыстырды, азық-түлік пен баспана ұйымдастырды. Кейбір жағдайларда олар неміс әскеріне қарсы диверсиялық әрекеттер жүргізді. Хаски операциясы сәтті өтті. Сицилия одақтастықтың қолына өтті. Ал Италияда фашистік режим құлай бастады. Муссолини биліктен кетіп, Италия Германияның оккупациясына ұшырады. Мафия бұл жағдайда өз мүддесін қорғау үшін одақтастықтарға көмектескен еді. Олар фашистік режим құлағаннан кейін Сицилиядағы ықпалын қайтадан орнатуды көздеді. Соғыстан кейін Италияда саяси және экономикалық дағдарыс орнады. Елдің инфрақұрылымы бұзылған, халықтың тұрмысы нашарланған еді. Осы жағдайда мафия қайтадан күшейе бастады. Мафия соғыстан кейін вакуумды пайдаланып, жергілікті билік орындарына еніп, жемқорлықты нығайтты. Олар ауыл шаруашылығы, құрылыс, сауда салаларында өз ықпалын арттырды. Мафияның лидерлері саясатқа араласып, жергілікті және ұлттық деңгейдегі саясаткерлермен байланыс орнатты. Мафияның екінші дүниежүзілік соғыстағы рөлі күрделі және қарама-қайшы. Олар фашистік режимге қарсы күреске қатысқанымен, бұл күрес көбінесе өз мүддесін қорғауға бағытталған еді. Мафияның одақтастарға көмегі олардың соғыстан кейінгі кезеңде күшеюіне әкелді. Бұл тарих бізге саясат пен қылмыстың өзара байланысын көрсетеді. Мафия өз ықпалын сақтау үшін кез келген жағдайды пайдаланды. Фашистік режимге қарсы күрес олардың тарихындағы бір бет қана. Бірақ олардың болашақтағы әрекеттеріне үлкен әсер етті. Осы видеоға лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі видеода тағы да қызықты тақырыптарды талқылаймыз.